Баршаңызға қайырлы күн. Үй жағдайда фрит жасайтын боламыз. Тәтті әрі жасалу оңай. Өзіңізге қажетті картоптарды алып алыңыз. Көп немесе аз деген сияқты. Мен мына жерде 2 өлекен картопты алдым. Және де оны қатты қалың емес, қатты жұқа емес етіп кесіп алып, дөңгелек тәрізді етіп, одан кейін соломка қылып турадым. Тоже қатты жұқа емес, қатты қалың емес. Осылай алдын ала мұздай су дайындап қойдым. Сол судың ішіне салып, картоптардың крахмалын кетіріп алатын боламыз. Примерно 15-20 минутқа қойып қоямыз. Картоптың крахмалдары кету үшін жақсылап араластырып, солай тұндырып қойыңыздар. Тұндырып қойған суды төгіп тастап, қайтадан мұздай суға тұз араластырып, картоптарымызды 5 минутқа тұндырып қоямыз. Одан кейін осындай жапқышқа немесе майлықтарға төсеп, картоптарымыздың суын сорғытып аламыз. Дайын 1 сағаттың ішінде дайын болған картоптарымызды осылай құрғақ күйінде ыдысқа саламыз. Және де үстіне қалауынша тұз, бұрыш, мен кукуруза крахмал қостым, қытырлап жақсы болу үшін. Алдын ала майды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майға азыздан салып пісіріп алатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда өте қызықты рецептер болатын болады. Қолдауларыңызды күтемін. Қызарғанша осылай майда қуырып, жақсылап сорғытып аламыз. Бізде осындай фрилар дайын болды. Кетчуппен ұсынсаңыздар болады. Балаларыңызға немесе өздеріңіз жеуге де өте жеңіл әрі дәмді ас болсын.